Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Видео барысында сіздер магнийдің адам ағзасына пайдасы. Адам ағзасына магний жетіспеген жағдайда қандай аурулар тууы мүмкін? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын видео барысында көретін боласыздар. Магний адам ағзасында маңызды рөл атқарады. Магний жасушалардың тіршілік әрекетін қамтамасыз етеді. Нейрондардың қозғаштығын төмендетеді және жүйке бұлшықет берілісін баяулатады. Ол сондай-ақ қимыл тірек аппараттарының жүрек, тамыр және эндокриндік жүйелердің күйіне әсер ететін кальций мен калий алмасуын реттейді. Көбінесе магнийдің арқасында адам ағзасының өзгеретін сыртқы жағдайларға бейімделу қабілеті болады. Стресске төзімділік бұл ең алдымен ағзадағы осы минералдардың бар болуымен анықталатын сапа болып табылады. Оттегі, су және тамақтан кейін магний біздің ағзамыз үшін ең маңызды элемент болуы мүмкін. Оны көбінесе тіршіліктің негізгі минералы деп атайды. Өсімдіктерде бұл маңызды микроэлемент біздің планетамызды жасыл түспен қаптайтын хлорофилл пигменті молекуласының орталығын құрайды. Адамдарда магний жүйке тінінің қозғаштығы мен өткізгіштігін басқару орталығы болып табылады. Ол мидағы қазіргі уақытта белгілі нейропептидтердің көпшілігінің синтезіне қатысады. Бұл микроэлемент бұлшықеттер мен жүйкелерге ғана қажет емес, онсыз барлық дерлік биохимиялық процестер қалыпты түрде жүре алмайды екен. Магнийдің ағзада көптеген қолданылу нүктелері бар, бірақ олардың негізгілерінің бірі оның жүйке жүйесін бұзушы стресстен қорғауға қатысуы болып табылады. Дүние жүзіндегі сарапшылар адамдарды күйзеліске шынайы мән беруге шақырады. Бұл ауыр аурулардың дамуына себеп болуы мүмкін. Жүйкенің сарқылуы денедегі сүйек, бұлшықет және дәнекер тініне, сондай-ақ гормондық және иммундық жүйелердің жұмысына теріс әсерін тигізеді. Осылайша ұзақ уақыт бойы күйзеліске ұшыраған адам әртүрлі инфекциялар мен вирустарға осал болады. Стресспен тиімді күресу үшін денеге ең алдымен магний қажет. Егер аяқ астынан ашық тамақ немесе шоколад жегіңіз келсе, демек ағзаңызға магний жетіспейді деген сөз. Аталмыш элементтердің жетіспеушілігінің тағы басқа да белгілері жайында атай кетейін. Магний жетіспеушілігі жиі магний шығынының жоғарылауы жағдайында болады. Бұл әдетте организмге жоғарғы талаптар қойылған кезде, психикалық немесе физикалық стресстердің жоғарылауымен байланысты стресстік жағдайларда. Дегенмен барлық адамдар өздерінің өмір сүру жағдайларының өзгеруіне бірдей адекватты түрде әрекет ете алмайды. Магний тапшылығы элементтің тамақ және сумен бірге жеткіліксіз келуі нәтижесінде де пайда болуы мүмкін. Күздің аяғынан ерте көктемге дейінгі кезеңде магний тапшылығының жиі кездесетіні тән нәрсе. Мұндай жағдайларда ағзаны магнийдің жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз ету керек. Мазасыздық пен шаршау магний жетіспеушілігінің ең басты екі неврологиялық симптомдары. Бұл минерал мидағы жүйке жүйелерінің арасындағы қажетті байланысты орнату үшін керек. Сонымен қатар магний ағзадағы жүйке жүйесінің дұрыс жұмысына жауап беретін маңызды фактор болып табылатын электролиттер деңгейінің тепе-теңдігін ұстап тұру үшін қажет. Бірінші симптомды ескерсек, магнийдің жетіспеушілігі күйзеліске де әкеп соқтыратын болжау қиын емес. Күйзеліс әртүрлі себептердің салдарынан туындауы мүмкін күрделі ауру. Сол себептердің бірі ағзадағы құнарлы заттардың жетіспеуі мен дұрыс тамақтанбау болуы әбден мүмкін. Бұлшықеттің ауруы. Неврологиялық симптомдармен қатар жүйке бұлшықет симптомдары да пайда болуы мүмкін. Магнийдің жетіспеушілігі бұлшықеттің ауруына, тырысуына. Сонымен қатар фибромиалгия сияқты басқа да проблемаларға әкеліп соқтыруы мүмкін. Магнийдің негізгі функцияларының бірі бұлшықетті босаңсыту болып табылады. Бұлшықеттің жиырылуына ықпалдасатын кальциймен бірігіп бұлшықеттің дұрыс қызмет етуіндегі басты элементтің бірі болып саналады. Жүректің айнуы және құсу. Магнийдің жетіспеушілігі ас қорыту жолдары мен асқазан ішектің жұмысын нашарлатады. Сол себепті ішектің дұрыс жұмыс істемеуінен бастап жүректің қатты айнуы мен құсуына дейін құбылыстар орын алуы мүмкін. Қан қысымының жоғарылауы. Көптеген зерттеулер жоғары қан қысымын магний мөлшерінің төмендігімен байланыстырады. Гипертониктерде құнарлы заттардың жетіспеушілігі жиі кездеседі. Әрине, қан қысымына басқа да көптеген физиологиялық функциялар әсер етуі мүмкін. Сол себепті нақты диагнозды анықтау үшін дәрігерге барған жөн. Ұйқысыздық. Магний жетіспеген кезде созылмалы ұйқысыздыққа шалдығуға болады. Бұл ғана емес, ұйқының бұзылуының басқа да түрлері кездесуі әбден мүмкін. Магний негізінен біздің ұйықтау және ояу жүру айналымдарын реттейді. Күш-қуаттың жетіспеуі. Магнийдің жетіспеушілігі денені мәжбүрлеп қозғалысқа келтіреді. Осы жағдай физикалық және психологиялық күйзеліске әкеліп соқтыруы мүмкін.
ақш-тың ауыл шаруашылық департаментіндегі жүргізілген бір зерттеуде магний мөлшері төмен қатысушылар магний мөлшері қалыпты деңгейдегілерге қарағанда оттегіні көбірек пайдаланған. Оттегіні қолдану деңгейі адам денсаулығының тиімді көрсеткіші болып табылады. Сондай-ақ магнийдің мөлшері адамның төзімділігіне де өз әсерін тигізбек. Себебі магний мөлшері жүрек пен бұлшықеттің жай-күйіне тікелей ықпал етеді. Қазіргі таңда магнийдің тәуліктік мөлшерін алуға болатын көптеген тәсілдер бар. Солардың ішінде ең тиімдісі әрине дұрыс тамақтану болып табылады. Жеміс-жидектер, бұршаққандылар, жаңғақтар, дәнді дақылдар, банандар, кептірілген жемістер, авокадо, йогурт, қара шоколадтар тағы сол сияқты. Магний мөлшері көп азық-түлікті пайдалана отырып, ағзамыз үшін аса маңызды осы бір минерал түрінің орнын толтыра алатынымыз сөзсіз. Магний ағзада 500-ге жуық химиялық реакцияға қатысады. Ағзада бұл элемент өте аз болса, аритмия, жүрек ырғағының бұзылуы, остеопороз, гипертония, демікпе тәрізді аурулар пайда болады. Магнийсіз кальций сіңірілмейді, сол себепті де остеопороз пайда болады. Жалпы магнийдің негізгі қызметтері жүйке жүйесін тыныштандыру, ішек жұмысын жақсарту, өттің бөлінуіне көмектесу, жүрек ырғағын дұрыстау, артериялық қысымды түсіру, кальциймен бірігіп сүйекті нығайту, дәрумендердің ағзаға сіңуіне көмектесу. Сондықтан әр адам өзінің денсаулығына ұқыпты қарап, ағзасына қандай дәрумендердің тапшылығы бар екенін анықтау үшін тиісті талдауларды тапсыру керек. Егер сіздің ағзаңызда магнийдің жетіспеушілігі байқалған болса, қазіргі айтылатын ақпараттар дәл сізге арналады. Егер магний деңгейін тамақтану арқылы көтергіңіз келсе, қоңыр күріш пен бадам жаңғағын жеңіз. Кофеин мен қант деңгейін барынша азайтып, мүмкіндігінше антибиотик ішпеңіз. Күнде 300 мг магний таблеткасын ішу тамақтану үлесіне жақсы қосымша болып келеді. Ең дұрысы магнийді жаттығудан соң және ұйықтар алдында ішкен жөн, себебі ол бұлшықеттердегі ауруды басады және ұйқысыздықпен күреседі. Қарақұмықтың пайдасы туралы бәрі білетін сияқты. Онда маңызды амин қышқылдары темір, мырыш, мыс, фолий қышқылы, Б дәрумендері көп мөлшерде бар. Калий мен магнийдің арқасында қарақұмық жүрекке пайдалы. Ол қан тамырларын нығайтады және қант диабетінің даму ықпалдығын азайтады. Теңіз балдыры. Магний қорын табиғи жолмен толтырудың тамаша тәсілі диетаңызға теңіз балдырын қосу. Бізді қызықтыратын компоненттен басқа өнім фосфорға, йодқа, май қышқылдарына және натрийге бай. Магний сондай-ақ дәнді дақылдар, дәндер, какао, соя, кепкен жемістер, жапырақтардың көкөністер және сүтті өнімдерде болады. Алайда кей азық-түлікті көп мөлшерде тұтыну магнийдің ағзаға сіңуін қиындатады. Магнийдің сіңуіне мына өнімдер кедергі келтіруі мүмкін. Оларға шай, кофе, қарапайым тұз, ұн, макарон, бөлке нан, тазартылған май, кей саңырауқұлақтардың түрлері және алкогольдер. Видеода айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.